Сіз Мьянмада не болғанын көрдіңіз бе? 7,7 балдық жер сілкінісі бұл жай ғана сандар емес. Бұл қираған ғимараттар мен мыңдаған адамдардың қыршынынан қиылған өмірі. Осындай жер сілкіністердің күшейіп жиілейтіні туралы 10 жыл бұрын Алатра ғалымдары климаттық баяндамасында ғылыми ортаға ескерткен. Бірақ ғылыми орта климаттық баяндаманы ескермеді. Шындықты ғылыми орта елемегеннен кейін Алатра волонтерлері қарапайым адамдар қалың жұртшылыққа алдағы климаттық проблемалар туралы хабарлай бастады және оны бүгінгі күнге дейін жалғастырып келеді. Әсіресе қазіргі уақытта көп нәрсе адамдардың өзіне байланысты. Мысалы, әлемнің үздік ғалымдары өз білімдерін біріктіріп, климаттық апаттардың шешімдерін табатын бірыңғай ғылыми орталық құру туралы қоғамдық сұранысты тек қана адамдар жасай алады. Егер ғалымдар біріксе, мұндай жер сілкіністер мен басқа да катаклизмдерді алдын ала болжап, соның арқасында адамдарды алдын ала қауіпсіз жерлерге эвакуациялай алады. Сонымен қатар ғалымдар жердің тектоникалық плиталарындағы қысымды жеңілдете алады. Бұл жер сілкінісінің магнитудасын төмендетеді. Сонда бәрімізде аман қалу мүмкіндігіміз болады. Қазір жер бетіндегі әрбір адам климаттағы болып жатқан өзгерістерді білуі керек. Құр отырып, әрекет етпей, апаттың өз үйіне келгенін күту бұл өзіне жасаған қылмыспен тең. Біз бүкіл адамзат болып әрекет етуіміз керек. Күнделікті болып жатқан апаттар туралы ақпарат беріп, олар туралы сөйлей бастауымыз керек. Климаттық баяндаманы зерттеп, ғалымдарға бұл мәселені шешуге мүмкіндік беруіміз қажет. Сол кезде ғана қоғамдық резонанс тудыра аламыз.